Оқушылар, жаратылыстану пәні сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жер ғаламшары қандай деп аталады. Ортақ тақырып жер және ғарыш. Оқу мақсаты жер бетінің ірі элементтерін атау және сипаттау. Алынған нәтижені таңдаған формада ұсыну. Сен нені білесің? Жер бетінің қандай болатынын білесің. Материктер мен мұхиттардың ерекшеліктерімен танысасың. Қолданылатын тірек сөздер: материк және мұхит. Балалар, картаға назар аударайық. Жер бетіндегі жан-жағынан су қоршап жатқан құрлықтар материктер деп аталады. Ал құрлықтарды бір-бірімен жалғап жатқан ұшы-қиыры жоқ су кеңістігін мұхит деп атайды. Материк ол жан-жағынан су қоршап жатқан үлкен құрлық жер. Жер бетінде 6 материк бар. Олар Еуразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида және Австралия. Жер бетіндегі су 4 мұхитқа бөлінеді. Олар Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және Солтүстік мұзды мұхиты. Ең үлкен мұхит осылардың ішінде Тынық мұхиты, ал ең кішісі Солтүстік мұзды мұхиты. Аты айтып тұрғандай балалар, бұл мұхиттың бетін түгелдей мұз жауып жатыр. Солтүстік мұзды мұхитының. Мұхиттың астында таулар мен терең шұңғымалар бар. Мұхиттарда цунами тудыратын жер сілкіністері де болып тұрады. Материктердің атауы олардың орналасу аймағын көрсетеді. Мысалы, Еуразия материгі Европа мен Азия деген екі дүние бөлігінің бірігуінен тұрады. Ежелгі Финикия тілінен аударғанда Европа сөзі ол батыс деген мағынаны, ал Азия сөзі шығыс деген мағынаны білдіреді екен. Ол Европаның батыстан шығысқа қарай созылып жатқанын білдіреді. Ал Аустралия деген сөз оңтүстік деген мағынаны білдіреді. Себебі ол оңтүстік жарты шарда орналасқан. Енді балалар, ақпаратты тыңдап болсақ, назар аударайық. Берілген ақпараттардың көмегімен материктерді ауданының кему ретіне қарай орналастыр. Ауданы жағынан ең үлкен материкті атаңыздар. Қай материк бәрінен кіші екенін табамыз. Сонымен бірге біздің еліміз қай материкте орналасқанын табамыз. Дәптермен жұмыс, дәптерді ашамыз. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. 8 сәуір, класс жұмысы, жер ғаламшары қандай деп тақырыпты жазамыз және тапсырманы орындаймыз. Жарайсыздар балалар. Сонымен модель жаса. Модельдің көмегімен жер бетінде материктер мен мұхиттар қалай орналасқанын бейнеле. Модель жасау үшін қажетті құралдар ол қағаз, түрлі түсті қағаздар және ақ қағаз, қайшы, желім. Осы құралдарды пайдалана отырып, ата-анаңның көмегімен қауіпсіздікті сақтай отырып, жер бетіндегі материктер мен мұхиттардың орналасқан картаға қарай отырып, модель құрастырамыз. Міне балалар, осымен бүгінгі жаратылыстану сабағында қандай тақырыппен таныстық? Материк дегеніміз не екен? Мұхит дегеніміз не екен? Жер бетінде құрлық деп нені атаймыз екен? Жер бетінде қанша материк бар екен? Міне осы сұрақтарға жауапты дәптерге жазып, сонымен бірге модельді қосып, маған кері байланыс ретінде жіберулеріңізді сұраймын. Үйге тапсырма 50 және 51 бетті оқып, мазмұнын айтамыз және жазбаша тапсырмалардың барлығын дәптерге орындаймыз. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.